Жаңажол негізгі орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Құспан Назират. Отаным қасиетті туған жерім шығармашылық жобасы. Жобаның атауы «Отаным қасиетті туған жерім». Жобаның түрі шығармашылық. Жетекшісі Досқалиева Қарлығаш Отарғалиевна. Жобаның жүргізілу мерзімі ұзақ мерзімді. Менің мақсатым оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру бойынша белсенді қызметке тарту, оқушылардың шығармашылық қабілетін қиялын дамыту, балалардың бойында адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, өзін-өзін жетілдіру, және міндетім балалардың табысты тәжірибесін бағалау және тарату. Жобаны ұйымдастыру бойынша бірінші қадам: қияға қанат қақтыру, дұрыс әрекет тәжірибесі, болашағына сенім ұялата білу, балаларды белсенді қызметке тарту, маңызды істер ұйымдастыру, ізденіске бастау, спортты дамытуға бағыттау, барынша қол ұшын беру және қоғамға қызмет ету. Жобадағы екінші қадам – бұл батыл ой, ұшқыр қиял, батыл адым және батыл адым арқылы біз талаптану, еңбектену және өз мақсатымызға жете аламыз. Бұл бізде спортты дамыту бағыты бойынша фотосуреттер. Ал бұл жақсылық керуені бойынша үлкен кісілердің үй шаруасындағы іс-әрекеттеріне көмектесу кезіндегі бейнесуреттер. Алғыс арқалағандар. Бұл үлкен кісілерді мереке бойынша құттықтап алғысымызды айту. Күтілетін нәтиже қызметке тартылған еріктілердің санының өсуі, бұқаралық іс-шараларға қатысу арқылы балалардың үлесін арттыру, балалар мен еріктілер қатысатын іс-шаралар санын арттыру. Балалар мен жастардың әлеуметтік белсенділіктерін дамыту, қоғамдық белсенділік пен өзекті мәселелерге назарларын аудару. Назарларыңызға рахмет.